Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі менің айтатыным бие сүті, яғни қымыз адам ағзасына пайдасы. Видеоны көрмей тұрып, подписаться мәзірін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Қымыз сапалы тамақ өнімі ғана емес, сондай-ақ шипалы сусын деп те есептеледі. Халық арасында қымызды көңіл күй сергектігі және ұзақ жасау сусын деп те текке атамаған. Емдік сусын ретінде қымызды өзіміздің ата-бабаларымыз халық медицинасында асқазан, өкпе, ішек ауруларына пайдаланып келген. Қазақ елімен қоса көрші қырғыз елі, татарлар, башқұрт елінде де емдік қасиеттерге қолданған. Қымызды емдеу әдісін уағыздаушылардың бірі Даев 1843 жылдары Орынбор қаласында әскери қызметте жүріп, қымыздың шөл қандырар сусын екенін, құрықұлақ ауруының алдын алу қасиеті туралы нақты шешімін дәрумендердің ашылуынан бұрын батыл мәлімдеген болатын. 18 ғасырдың ортасында Самара қаласында алғаш рет қымызбен емдеу шипажайы ашылды. Осы ғасырдың 73 жылдарында Постников ғылыми түрде қымыз сусынның адам ағзасына пайдалы екенін, адамның өз жасынан жас көрінуіне және салмақ қосуына ықпал ететінін дәлелдеді. Қымыздың әсерінен асқазан сөлінің бөлінуі жақсарады, тәбеті артады, астың қорытылу жүйесі жақсы жұмыс істейді. Қазіргі медицинада қымызды антибиотиктермен және басқа да дәрі-дәрмектермен байланыстырып отырып, өкпе туберкулезінен бүйрек сүйек ауруларына және де ішек-қарын, жүрек, қан-тамырлар ауруларын емдегенде, сондай-ақ дәрумендер жетіспегенде қолданып жүр. Жаз айлары қымыздың көбейіп арзандайтын кезі. Осы кездері ағзаларыңызға молырақ дәрумендер жинап, денсаулықтарыңызды жақсартып алыңыздар. Құрметті достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Менің сіз үшін дайындаған видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Және де менің каналыма тіркеліп кетіңіз.